Кез келген қоғамның қай уақытта да ең қорғансыз әлжуаз бөлшегі жетімдер. Алдыңғы қатарлы озық ойлы орданың даму көрсеткіші жетімдерге деген көзқарасымен өлшенеді. Сондықтан олар ең қатыгез соғысқұмар деген мемлекеттерде жаны жарым жандарға жасаған қамқорлықтарын жария ету арқылы адамзат алдындағы кінәсін жуып шаюға тырысады. Өйткені жетімнің жоғын жоқтап, мұң-мұқтажын өтеу адамның рухани кемелдігінің белгісі. Қазақ халқы күш қауқары жеткенінше жесірін қаңғытпауға, жетімін жылатпауға тырысқан. Осы ұлағатты ұстаным ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, бүгінгі тәуелсіз мемлекет басшысының да тұрақты саясатына айналған. Бүгінде мемлекет қамқорлық аясында 100-ге тарта балалар үйі жұмыс істеуде. Сонымен қатар, жүрегіне иман ұйыған азаматтардың болашақ ұрпақ алдындағы жауапкершілікті терең сезінуінен туындаған жеке қайырымдылық мекемелерінің ішінара болса да бой көтеруі, халық болып қолдауға лайықты игіз. Солардың бірі Жамбыл облысы Қордай ауданының орталығында 2007 жылдан бастап жұмыс істеп келе жатқан Зәкат қайырымдылық үйі. Мысалы Қордайдағы Райхан қарындасымыз қанша уақыттан бері осында имандылық жолда, осында қайырымдылық жолда көп еңбек сіңіріп жатыр. Енді бірі үшін айтпаймын, өз басым үшін айтамын. Сол жерге келгеннен кейін ғана мен шын білдім, шын мұсылман, ақиқаттың екенін осы Райханға келгеннен кейін ғана білдім. Тек қана имандылық оқытып қана қоймай, біліммен сусындатып, соларға яғни білімін ашып, еңбекке баулып жүрген осы Райхан апамызға Алла екі дүниеде жүзін жарық қылсын дегіміз келеді. Мақтау бір Аллахқа тән. Біз Аллахтың қалауын орындап отырған жай ғана Аллахтың құлдарымыз. Аллахқа шексіз шүкіршілік айтқым келеді. Өйткені Аллах маған өзінің кең шексіз рахмынан, нығметінен аямай берген екен. Шексіз Аллаға шүкіршілік. Бұл үйдің өмірге келу тарихы да қызық. Кеңестік кезеңде прораптық қызмет атқарып, кейіннен жеке кәсіпкерлікке бет бұрған Райхан ойша қызы күндердің күнінде аты жоқ ауруға шалдығып, шыбын жанына араша іздеп шарқ ұрады. Шипажайдан шипажай, дәргерден дәргер қоймайыз деген емін Алланың құдіретімен басын сәждеге тигізгенде ғана табады. Аллахты түсінген, Аллахқа жақындаған, Аллахты білген, Аллахтың бізге жіберген пайғамбарын, жіберген дінін білгеннен кейін мен керемет сондай бақытты сезімге толдым да, ішіме бұл ақиқат сыймады. Бірден әйелдерге бұны жеткізу керек қой. Қанша адамдар бұны білмей жүр ғой, қанша байғұс әйелдер жылап жүр ғой, осыны таба алмай жүр ғой деп әйелдерге осы 6 жыл бұрын иман мектебін аштым. Өзін жаратқан Раббысына бойсынып, шүкірлік етуі керектігін түсініп, Алланың ризалығына жеткізетін амалдар жасауға бел буады. Шал мейірімді жақсы адам еді. Көшеден көрген туысқандардың балаларын жетімсіретпейік, мынаны асырайық, ділдаш деп маған әкеп тапсыра беруші. Талай жетімді бақтым. Талай жетімді бағып оның қиыншылығын да азабын да бәрін тарттым, басымнан кешті. Ұядан шыққанда не көрсе соны лет дейді. Біздің істеген ісімізді Райхан кішкентай кезінде көз салып көрсе керек. Дәп өзіміз құсап міне өте жетімдерге, қашар кедей адамдарға өте мейірманды қыз болып өсті бұл. Аллахтың жақсы көрген ісін жетімдерге, жесірлерге, міскіндерге жәрдем беруге осы істі бастағанға ниеттендім. Сосын сол жас жетім балаларға үй салайын дедім мен. Осындай ниет алдым да қажылыққа бардым. Қажылықта жүріп, қай жерде отыра қалсам, блокнотыммен карандашымды шығара салып, жоспарын сызам, проектісін, конструкцияларын расчетін жасаймын, сметасын түземін. Өзім құрылысшы болғаннан кейін өз қолыммен бәрін жасап, қажылықтан келгенше жоспарым, проектісім дайын болды. Арафатта дұға жасадым. Алла тағала өзіңнің рахымыңа бөленетін ізгі істерді маған жасатқанға нәсіп етші.
өзіңнің кең байлығынан таусылмас қазынаңнан маған қайыр бере көрші деп Аллахтан дуға жасадым Арафатта.